Осы жылы Челси қандай болмақ? Не де болса, енді лондондықтардың трансферлік жағдайы сіздерге азды-көпті түсінікті болды деп ойлаймыз. Оны толық сипаттау қиын, өйткені Челси арқылы футболшылардың үлкен ағыны өтеді. Енді Энцо Мареска қолындағы мүмкіндіктерді талдауға көшейік. Әдеттегідей әрбір шеп бойынша тоқталып, содан соң жаңа маусымға арналған ықтимал құрам мен ротацияға көз жүгіртеміз. Дәстүр бойынша қақпашылардан бастаймыз. Мұнда жағдай айқын емес. Қазіргі таңда бәрі қарапайым. Роберт Санчес, негізгі бірінші нөмір, ал Филипп Йоргенсен оның қосалқысы. Өткен маусымдағыдай. Статистикаға қарасақ, сұрақ тумайды. Испандық қақпашы былтыр апылда соққыларды тойтару пайызы бойынша үздік болды. Оның үстіне, аяқпен де жаман ойнамайды. Бірақ көптеген Челси жанкүйерлерінің пікірі басқа болуы мүмкін. Себебі Санчес жиі қателік жібереді, сенімділік байқатпайды, ал аяқпен ойнауы қарсыластың қысымына түскенде әбігерге айналып кетеді. Яғни жағдай екі ұшты. Сондықтан, егер Доннарумма ПСЖ-мен жаңа келісімшартқа қол қоймаса, Челси осы жазда оны алу үшін белсенді қимылдауы әбден мүмкін. Оның үстіне, италиялық қақпашыны жеңілдікпен алып қалуға болады. Бір жылдан соң ол еркін агентке айналады. Альтернативті нұсқа Эми Мартинес, ол да жоғары деңгейдегі сенімді қақпашы. Челси-дің қақпашылар шебін жаңа деңгейге көтере алады. Бірақ мәселе жалақы қорын босату қажеттігінде. Джиджо да Эми де қомақты айлық талап ететіні анық. Сондықтан, идеал жағдайда Челси Стерлингтен құтылғаны жөн. Қалай болғанда да Челсиде уақыт бар. Айтпақшы, көк жанкүйерлері, сіздердің пікірлеріңіз қызық. Санческе тағы бір мүмкіндік беру керек пе, әлде клуб жаңа қақпашыны тезірек алуға міндетті ме? Ал біз енді қорғанысқа көшейік. Мареска орталық қорғаушылар бойынша жаман емес құрамға ие. Әдетте жұптағы рөлдер позицияға қарай бөлінеді. Орталық қорғаушылардағы жағдай. Сол жақ орталық қорғаушы әдетте күшпен сақтандыруға жауапты болса, оң жақ орталық қорғаушы допты ілгерілетуге жауап береді. Тосин Адарабио Фулхэмнен еркін агент ретінде алынып, Челси құрамы үшін өте сәтті әрі сенімді 2 метрлік орталық қорғаушыға айналды. Ол бастапқыда Леви Колуилмен бәсекелесуі тиіс еді. Өткен маусымда бапкер екеуіне де шамамен теңдей ойын уақыты бергенімен сәл басымдық Колуилге берілді. Өйткені Леви доппен өзін сенімдірек сезінеді. Алайда Колуил алғашқы жаттығуында крест сіңірін үзіп алды, сондықтан оны бұл маусымда көрмейміз. Оң жақта Фофана мен Чалоба бәсекелеседі. Тревоны өткен жазда сатуды ойлаған, бірақ ақыры оны Кристал Пеласқа арендаға жіберді. Сол жерде ол өзін жақсы көрсетіп, Фофананың кезекті жарақатын пайдаланып, қыста қайта оралып негізгі құрамнан орын алды. Дегенмен Уэсли Фофана қызығырақ әрі болашағы зор нұсқа. Француз допты паспен де, дриблингпен де жақсы алға жылжытады. Челси оны бекерге 80 миллион еуроға алып, клубтағы ең жоғары 3 жалақының бірін берген жоқ. Алдымен ол да крест сіңірін үзді. Кейін өткен маусымда тізе асты сіңірінің жарақатына байланысты небәрі 1000 минуттай ғана ойнады. Көктемде ота жасатып, әлі күнге дейін бабын таба алмай жүр. Сондықтан жаңа маусымда негізгі құрамда Чалоба бастайтын сияқты. Мареска соңғы кезде оны жиі мақтап жүр. Жалпы, Челси-дің орталық қорғаушылары жеткілікті. Ротацияда Йорл Хато да қолданылады. Аякста ол көбіне сол жақ қапталда ойнады, бірақ Челсиде әдетте Кукуреламен бәсекелесуі мүмкін. Дегенмен Хато өзін ең алдымен орталық қорғаушы санайды, сондықтан бұл аймақта да ойын тәжірибесін алуы ықтимал. Оның басты артықшылығы жылдамдығы мен күші, сонымен қатар доппен жұмыс сапасы. Тіпті Колуил мен Адарабиодан асып түседі деуге болады. Беноа Бадиашилде қалуы ықтимал кубоктық матчтардағы ротация үшін. Ал Дисаси, Вейга және Анселмина клубтан кететін сияқты, өйткені оларға ойын тәжірибесін беру мүмкін емес әрі клубқа қаржы қажет. Джош Ачемпонгқа қатысты сұрақ көп. 19 жастағы ағылшын кез келген қорғаныс позициясын жауап бере алады. Бірақ Челси-дің арендаға жіберу квотасы таусылуға жақын, сондықтан не сату керек, не қосалқы құрамда қалдыруға тура келеді. Сол қапталдағы жағдай.
Сол қапталдағы жағдайды да шамамен сипаттадық. Марк Кукурелия негізгі құрамдағы орнын сақтайтын сияқты. Ол Мареска жүйесіне жақсы бейімделген. Дегенмен бәрі матчтың жоспарына байланысты болады. Егер Челси көбірек шабуылдауды ойласа, Кукурелия тиімді. Оның алғашқы пас беруі мықты, ал қосыла шабуылға шығуы сапалы. Ал жабық үлгідегі матчтарда хаты пайдалырақ болуы мүмкін. Өйткені ол жылдам, мықты әрі сенімді қорғанушы. Дегенмен оның шабуылдық әлеуетінде төмендетуге болмайды. Өткен маусымда ол 3 гол соғып, 6 нәтижелі пас берген. Қорғаныстың қапталдары мен жартылай қорғаушылар Бен Чилуэлден бәлкім құтылуға тырысады. Оның жалақысын ескерсек және сол қапталдағы ойыншылардың жеткілікті екенін ойласақ, мұндай нұсқа артық болып тұр. Оң жақта Рис Джеймс пен Мало Гюсті бәсекелесуі тиіс. Мұнда Марескада экспериментке мүмкіндік бар, өйткені ол кейде Джеймсті тірек жартылай қорғаушы аймағында да қолданады. Дегенмен бәрі Ристің денсаулығына байланысты, себебі соңғы жылдары ол жиі жарақат алады. Егер ол жарақаттарынан арылса, Челси өз позициясында Еуропадағы ең үздік футболшылардың бірін иемденеді. Ал Гюсто соңғы кезде қатты алға жылжып келеді, сондықтан оң қаптал үшін Мареска алаңдамайды. Қосалқы ретінде Гилкрист пен Ачемпонг та бар. Мареска жиі қолданатын тактика 4-2-3-1. Бұл схема клубтық әлем чемпионатында да негізгі болды, сондықтан жаңа маусымда да айтарлықтай өзгеріс күтілмейді. Ең қызығы 3 орталық жартылай қорғаушының орналасуы. Қағаз жүзінде тірек жартылай қорғаушылар жұбын Энцо Фернандес пен Мойсес Кайседо құрайды. Өткен маусымның үздік ассистенті мен ойыншылар мен жанкүйерлер таңдаған үздік футболшы. Кайседо классикалық тірек жартылай қорғаушы, аймақты сақтандырады, допты қайтарады және шабуылдың басталуына жауап береді. Ал Энцоның рөлі қызығырақ, ол доп командада болған сәтте алға жылжып, кейде айып алаңына кіріп, өзінің шабуылдық қабілеттерін қолданады. Осылайша Челси орталықта артықшылық сақтап, шабуылға қосымша ойыншы қосады. Дәл осы рөлде Фернандес мансабын қайта жандандырып, Лондонда бұрын-соңды көрсетпеген деңгейге шықты. Сондықтан жүйе сақталатынына күмән жоқ. Кол Палмер бұл модельде мүлде позицияға байланбайды. Қағаз жүзінде ол ондық рөлінде бастайды, бірақ клубтық әлем чемпионатында Мареска оны кейде қапталдарға да шығарды. Бұл тек шартты ғана. Кол әр сәтте өзі қалаған аймаққа ойысады. Бапкер оның ойын интеллектіне толық сенеді әрі қарсыласты шатастырып, Палмердің ойынына көбірек күтпеген шешім қосу үшін тактиканы бейімдейді. Мареска мен Колдың байланысы мықты, олар Манчестер Сити академиясында бірге жұмыс істеген, сондықтан толық үйлесім бар. Қосалқы ойыншыларда жеткілікті. Бірінші кезекте Ромео Лавия, ол пас беруде де, дриблингте де жақсы, прессингке төтеп береді, әрі Энцо немесе Кайседомен жұп болып ойнай алады. Әдетте Мареска оны Кайседомен бірге шығарып, орталықты күшейтеді. Солай жалғаса беретін сияқты. Арендадан оралған Андрей Сантос та бар. Қабілетті бразилиялық бокс-ту-бокс рөлін тамаша атқарады, доппен де жақсы, қорғаныста да қарқынды. Қаншалықты мүмкіндік алатынын уақыт көрсетеді. Жаңа ойыншы Дарио Эшугу да бар. Оның профилі Сантосқа ұқсайды, бірақ ол допты жақсы ұстайды, көп жүгіреді және қапталдарға дәл пас бере алады. Тек тәжірибесі аз. Әзірге болжам жасау қиын, бірақ ол мүмкін кубоктық матчтарда немесе жарақат жағдайында қолданылады. Клуйверт Дьюсбери Холл мен Уга Чукву клубтан кетті. Чуквуэмекада олардың жолымен жүруі мүмкін. Мареска балама ретінде 4-3-3 схемасында сынап жүр, онда орталықта 3 жартылай қорғаушы ойнайды. Италиялық бапкер үшін орталықтағы басымдық негізгі қағида. Бұл кейде қиындық тудырады. Мысалы, қарсылас төмен блокпен ойнағанда Челсиге орталық арқылы пас беруге орын табу қиынға соғады. Сондықтан допқа иелік ету пайызы жоғары болса да, сәтті шабуылдар саны аз болуы мүмкін. Дегенмен Кайседо, Энцо, Лавия үштігі кез келген команданың артықшылығын жоялады. Клубтық әлем чемпионатының финалында Челси жер шарындағы ең үстем командаға қарсы ойынды қалай бақылауға болатынын көрсетті. Соңғы 2 күнде жаттығуда жаңа нәрселерді сынап көрдік. Фламенгоға қарсы матчта басқа құрылымда ойнадық. Жаңа маусымға дайындалып жатырмыз. Бізге көбірек нұсқа керек.
Апылде қауіпті болу үшін шабуылды күшейтуіміз қажет. Сондықтан әлем чемпионатында жаңа тәсілдер қолданып көрудеміз, дейді Мареска. Шабуылдың оң қапталына келсек, мұнда Педро Нету мен Эстеван бәсекелеседі. Португалдық өткен маусымда шабуылдағы барлық позицияны, тіпті жалған тоғыздық рөлінде байқап көрді. Оны жаңа маусымның көшбасшыларының бірі деу әзірге қиын. Қазірше Челси Эстевадан жұлдыз өсірмек ниетте сияқты. Жас бразилиялықтың әлеуеті өте зор, бірақ ол небәрі 18 жаста, сондықтан еуропалық футболға бейімделу үшін уақыт қажет болары анық. Сондықтан жаңа маусымда ол Нету секілді шамамен бірдей ойын уақытын алады деп күтіледі. Педро тәртіпті әрі тәжірибелі, ал Эстева жеңіл қимылды әрі техничный. Мұнда Мареска үшін бастысы ойыншылардың жүктемесін дұрыс бөліп, ротацияны сауатты жүргізу. Есімізде болсын, сол жақта Палмер де ойнай алады, ал Энцо оңдық позициясын алады. Мұндай форматта енді флангтағы кеңдікті тек қана оң жақ қорғаушы қамтамасыз етеді. Жалпы, бапкерлік қиялға кеңістік бар. Мареска мұны қалай ұйымдастыратынын көрейік. Сол жақта әзірге сұрақ көп, өйткені Челси кіммен келісімге келетіні нақты емес. Әрине, Симонстың трансферін соңына дейін жеткізу ықтимал, бірақ Хавиді классикалық вингер рөлінде аса тиімді елестету қиын. Бұған дейінгі болжамдарда біз Бундеслигада да оған кейде жылдамдықпен күш жетпей қалатынын айтқанбыз. Сондықтан егер ол ауысса, Палмермен ерекше үйлесім пайда болуы тиіс. Бірде ол, бірде Палмер оң жаққа ығысып, екіншісі орталыққа жақындай алады. Симонс негізінен шабуылдаушы, жартылай қорғаушыға көбірек ұқсайды, флангтағы шабуылшыдан гөрі, сондықтан бұл жерде де эксперименттер күтіледі. Маусым басында Джейми Гитске жиі мүмкіндік берілетін шығар. Бұл техникасы мен жылдамдығы бар нағыз классикалық вингер.